Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4-ші сынып 120-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы қорытындылау. Балалар, сабақты бастамастан бұрын алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Енді балалар, бірінші есепке қарайық. Тапсырманы орындап, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген жануарды анықта дейді. Бірінші бізге тапсырмалар берілген. Сол тапсырмалардың мәнін тапсақ, біз әріптер арқылы сол аңның, яғни жануардың атын таба алатын боламыз. Бірінші тапсырма қосуды орында дейді. 7-ден 1 қосылған 7-ден 5. Бұл жерде екеуінің бөлімдері бірдей, алымдары әртүрлі. Демек, бөлімі сол күйінде қалады 7 болып, енді 5-ке 1-ді қоса саламыз, сонда 7-ден 6. 7-ден 6. 7-ден 6, сонда бұл А әрпіне келіп тұр. Екінші, азайтуды орында дейді. Азайтуды орында дегенде бұл жерде 16-дан 19 азайтылған 16-дан 11. Бұл жерде де тура осындай бөлімдері бірдей, алымдары әртүрлі. Алымы 16 болып қалады, ал 19-дан 11-ді азайтамыз, сонда 16-дан 8 болады. Бұл Қ деген әріпке сәйкес келеді. Үшінші, бөлімі 27 болатын дұрыс бөлшекті тап дейді. Бөлімі бізде астыңғы жағы, сонда бізде 27 дұрыс болатын дегенде, үсті, яғни алымы бізде 27-ден көп болмауы керек. Сонда оны біз белгілегенде 27-ден 5 деп есептейміз. Бұл Б әрпіне сәйкес келеді. Енді бөлімі 16 болатын бұрыс бөлшекті тап дейді. Бұрыс бөлшек, яғни алымы бөлімінен үлкен болады. Сонда бұл жерде 16-дан 17 болады. Ол Ö деген әріпке сәйкес келеді екен. Келесі бізде 5-шісі. 17 қаптың 12-сінде картоп бар. Картоп салынған қап барлық қаптың қандай бөлігін құрайды дейді. 17-ден 12 бөлігін құрайды. Сонда бұл К деген әріпке сәйкес келеді екен. Келесі 16-шісі, бөлшектердің қайсысы бірге тең дейді. Егер бөлшектің алымы мен бөлімі бірдей сан болатын болса, оның мәні бірге тең болады. Сонда 17-ден 17 болады. Бұл Е деген әріпке сәйкес келеді. Келесі қосуды орында дейді. 3,27-ден 1 қосылған 2,27-ден 2. Бұл аралас санды қосуымыз керек. Бүтін сандарын қосамыз, сосын бөлшек санды орындаймыз. 3-ке 2-ні қосамыз, 5 болады. Енді 27-ден 1-ге 27-ден 2-ні қоса саламыз. Бұл жерде бөлімі сол күйінде қалады 27 болып, енді 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады. Сонда 5,27-ден 3 болады. Бұл Н деген әріпке сәйкес келеді. Сонда бұл жерде Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген жануардың аты ақбөкен болады екен балалар. Келесі бізде екінші есеп тапсырманың орында. Асы және әсі берілген. Бірінші аны орындайық. Ұзындық шамасын сантиметрмен анықта және оларды кему ретімен орналастыр дейді. Бірінші біз оны сантиметрмен анықтап алайық, бізге метр және дециметр берілген. Біз білеміз, 1 метрде 100 сантиметр бар, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Демек, 25-тен 2 метрді біз сантиметрге айналдырамыз. Ол үшін біз 100-ді 25-ке бөліп, оны 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде жауабы 8 сантиметр болады. Екінші, 10-нан 1 дециметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар, демек 10-ды 10-ға бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда бізде 1 сантиметр болады жауабы. Үшінші, 20-дан 3 метр. 100-ді 20-ға бөліп 3-ке көбейтеміз, сонда бізде 15 сантиметр болады. Келесі 10-нан 7 метр. Бұл жерде 100-ді 10-ға бөліп 7-ге көбейтеміз, сонда 70 сантиметр болады. Келесі 4-тен 1 метр. 100-ді 4-ке бөліп 1-ге көбейтеміз, сонда бізде жауабы 25 сантиметр болады. 5-тен 2 дециметр сантиметрге айналдырған кезде 10-ды 5-ке бөліп, оны алымы 2-ге көбейтеміз. Сонда 4 сантиметр болады. Енді бізге оларды кему ретімен орналастыр дейді. Кему ретімен орналастыратын болсақ, 10-нан 7 метр, 4-тен 1 метр, одан кейін 20-дан 3 метр, одан кейін 25-тен 2 метр, одан кейін 5-тен 2 дециметр және 10-нан 1 дециметр. Осылай орналастырамыз. Енді бізде есептің әсі беріліпті. Бірінші күні жер телімінің 7-ден 2 бөлігіне, екінші күні 7-ден 3 бөлігіне картоп отырғызылды. Осы 2 күн ішінде жер телімінің қандай бөлігіне картоп отырғызылды дейді. Яғни 2 күннің ішінде қанша жерге отырғызылған табу керек. Бірінші күні 7-ден 2 бөлігі, екінші күні 7-ден 3 бөлігі. Сонда шешу деп біз 7-ден 2-ге қосамыз 7-ден 3-ті. Есептің бөлімі 7 сол күйінде қалады, 7 болып, 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады. Яғни жауабы 2 күн ішінде жер телімінің 7-ден 5 бөлігіне картоп отырғызылды. Келесі бізде үшінші есеп тапсырманы орында.
Бірлік кесінді ретінде 5 тор көзді алып сан сәулесін сыз. Оған 1,5-тен 2 санын белгіле дейді. Біз 1-ден 3-ке дейін сан сәулесін сызып белгілейміз. 0 мен 1-дің аралығына 5 тор көз, 1 мен 2-ның аралығына 5 тор көз, 2 мен 3-дің аралығына 5 тор көзден қалдырып отырып сызамыз. Енді осы жерден біз оған 1,5-тен 2 санын белгіле дейді. 1,5-тен 2 деген сан ол 1-ден үлкен, бірақ 2-ден кішкентай. Сонда 1-ді 5 бөлікке бөліп, оның екеуін алғанға тең. Демек 1-ден кейінгі екінші сызыққа 1,5-тен 2-ні белгілейміз. Келесі әсі. Бірлік кесінді ретінде 12 тор көзді алып, сан сәулесін сыз, оған келесі сандарды белгіле. 12-ден 5, 12-ден 9, 1,12-ден 2. Бұл жерде бізде 1 мен 0 мен 1-дің аралығына 12 кесінді, яғни тор көз қойып отырып сызамыз. Сонда 12-ден 5 деген 1-ді 12 бөлікке бөліп, оның 5-еуін алғанға тең. Яғни 5-ші сызыққа 12-ден 5-ті белгілейміз. Келесі тағы да 4 сызықтан кейін біз 12-ден 9-ды белгілейміз. Ал 1,12-ден 2 деген ол 1-ден үлкен болады. Сонда 1-ден кейінгі екінші сызыққа біз 1,12-ден 2-ні белгілейміз. Келесі бізде 4-ші есепте. 7-ден 2 қосылған 7-ден 4, азайтылған 7-ден 5. Енді бұл жерде үшеуінің де бөлімдері 1-де 7, иә? Үлкен сызыққа сызып аламыз да, астына 1 жетіні жазып қоямыз бөліміне. Енді алымын орындаймыз. 2-ге 4-ті қосып, одан 5-ті азайтамыз. Сонда бізде 7-ден 1 болады. Біріншісінің жауабы 7-ден 1. Екінші, 12-ден 5 қосылған 12-ден 3 қосылған 12-ден 3. Бұл жерде бөлімі 12 болып қалады. Алымдарын бір-біріне қосамыз. 5-ке 3-ті, оған 3-ті қоссақ, 5-ке 6-ны қоссақ, яғни 12-ден 11 болады. Келесі бізде үшіншісі. 16-дан 3 қосылған 16-дан 5, жақшашындегі азайтылған 16-дан 3. Енді жақшаның үшін бірінші орындай саламыз. 16-дан 2 болады, иә? Енді 16-дан 3-ке 16-дан 2-ні қоссақ, 16-дан 5 болады. Келесі 5-ші есеп. Есепті шығар. Қоянға массасы 20-дан 4 кг сәбізбен массасы 300 грамм орам жапырақ дайындалды. Қоянға арналған көкөністің массасы қандай дейді. Енді есептің бірінші шартын құрып алайық, иә? Сәбіз 20-дан 4 кг. 20-дан 4 кг, орам жапырақ бізде 300 грамм. Барлығы қанша грамм? Осы екеуін қосқан кезде. Соны табуымыз керек. Және сәбіздің граммын табуымыз керек. Бұл жерде бізде килограммен көрсетіліп тұр. 1 килограмда біз білеміз, иә? 1000 грамм бар. Енді осы бойынша біз граммен өлшеп аламыз. Енді 1000-ды біз 20-ға бөліп, бөліміне алымы 4-ке көбейтеміз. Сонда 200 грамм болады. Яғни қоянға берілген сәбіздің біздегі массасы 200 грамм. Ал енді есептің шешуіндегі сұрақ біздегі қоянға арналған көкөністің жалпы массасы қандай дейді. Ол үшін біз 200 граммға 300 граммды қосамыз. Сонда бізде жауабы 500 грамм болады. Яғни қоянға арналған көкөністің массасы бізде 500 грамм екен. Келесі бізде 6-шы есепті шығар. Саяжайда демалып жүрген Арман электр пойызбен келетін әкесін қарсы алмақ болды. Әкесі пойыздан түскен сәтте Арман велосипедпен станцияға қарай шықты. Әкесі 50 метр минут жылдамдықпен жүрді. Арманның жылдамдығы 200 метр минут жылдамдық. Саяжай мен станцияның ара қашықтығы 4 километр. Арман әкесімен қанша минуттан кейін кездеседі? Есептің шартын құрамыз. Бізде В1 әкесінің жылдамдығы 50 метр минутқа тең. Екінші В2 Арманның жылдамдығы 200 метр минутқа тең. Ара қашықтық 4 километр. 4 километр дегеніміз ол 4000 метр. Енді бізге уақытты тыны табуымыз керек. Ең алдымен біз В жақындау жылдамдығын табамыз. Я екеуі бір-біріне қарай жүріп келе жатқандықтан. В1 мен В2-ні қосамыз. Сонда В жақындау тең 50 қосылған 200. Сонда бізде 250 метр минут болады. Енді тыны табу үшін S-ті В жақындауға бөлеміз. Жақындау жылдамдығына. Сонда бізде 4 километр дегеніміз 4000 метр дедім ғой, демек 4000 метрді 250-ге бөлеміз. Сонда 16 болады. Арман әкесімен жауабы 16 минуттан кейін кездеседі екен. 7-ші есеп. Графикте автокөліктің қозғалысы көрсетілген сұрақтарға жауап бер дейді. Бізге арнайы график көрсетіліп тұр. Осыған қарап біз енді сұрақтарға жауап беруіміз керек.
Автокөліктің қозғалыс жылдамдығы қандай? Аялдамаға дейін ол қандай арақашықты жүріп өтті? Аялдау қанша уақытқа созылды? Автокөлік қанша сағат жолда болды? Ол қандай арақашықты жүріп өтті дейді. Бұл жерде бізге тігінен берілген, бұл бізде жылдамдық. Ал көлденеңнен көрсетілген бұл уақыт бізде, Енді бірінші сұрақ бізде автокөліктің қозғалыс жылдамдығы қандай дейді. Ол бірінші 80 жылдамдықпен жүрген, 80 км сағатпен. Ал енді аялдамаға дейін ол қандай арақашықты жүріп өтті дейді. Аялдама оның тоқтаған жері, яғни былай жоғары қарай көтеріліп келіп жатып, сағат 11-ден 12-ге дейін тоқтаған, ол кездегі жүрген оның арақашықтығы бұл жерде аялдамаға дейін 160 км жүріп өтті. Аялдау қанша уақытқа созылды дейді. 11-ден 12-ге дейін, яғни арасы 1 сағат, Автокөлік қанша уақыт жолда болды дейді. 9-дан бастап сағат 1-ге дейін жүрген, бірақ 4 сағат жүрген. Бірақ та ол 1 сағат аялдап тұрды. Сол себепті автокөлік 3 сағат бойы жолда болды. Қандай арақашықтықты жүріп өтті дейді. Осы көлік, яғни ол 240 км жүріп өтті. 8-ші есеп тапсырманы орында. Теңдей бөліктерге бөлінген тіктөртбұрыштардың көмегімен бөлшектерді салыстыр дейді. Асы және әсі берілген. 8-ден 1 деген, мысалы, теңдей бөлікке бөлген кезде, ол 8-дің 1 бөлігі боялған деген білдіреді, мынау суретке қарайтын болсақ балалар. Ал 8-ден 3 деген, ол 8-дің 3 бөлігі боялған деген білдіреді. Ал 8-ден 6 деген 8-дің 6 бөлігі боялған деген білдіреді. Енді осы бөлшектерді салыстыратын болсақ, 8-ден 1-ден 8-ден 3 үлкен болады. Ал 8-ден 3-ден 8-ден 6 үлкен болады. Енді әсін осыған қарап орындайық. 10-нан 4, 10-нан 3 және 10-нан 6 берілген, Бұл жерде 10-нан 3-ден 10-нан 4 үлкен, 10-нан 4-ден 10-нан 6 үлкен болады. 9-ші есеп есепті шығар. Жеміс бағында 56 ағаш өсіп тұр. Алмұртқа қарағанда алма ағашы 3 есе артық. Бақшада қанша алмұрт ағашы бар дейді. Есептің шартын құрайық. Алдымен алмұрт ағашы бізде белгісіз, Алма ағашының саны да белгісіз, бірақ алмұртқа қарағанда 3 есе артық. Бізде барлығы белгілі 56 ағаш. Енді бұл есепті теңдеу түрінде шығарайық. Алмұрт ағашының саны белгісіз, алма ағашы бізде 3 есе артық. Сол себепті x қосылған 3x деп аламыз. Тең барлығы бізде 56. Тең 56 дейміз. Сонда 3x-ке x-ті қоссақ 4x болады. 4x тең 56. X тең 56 бөлінген 4. Сонда x тең бізде 56-ны 4-ке бөлсек 14 болады. Бұл сонда 14 алмұрт ағашының саны. Енді алма ағашын табу үшін біз 3 есе артық деп тұр, Демек, осы 14-ті 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде 42 болады. Жауабы сонда бақшада 14 алмұрт ағашы бар екен. Келесі 10-ші есепте бізге амалдар берілген, соны орындауымыз керек. Біріншісі 9408 бөлінген 98 көбейтілген 12786 азайтылған 2136 бөлінген 24 көбейтілген 5007. Ең бірінші берілген амал бізде бөлуді орындаймыз. Бірінші тұрған 9408-ді 98-ге бөлеміз. Сонда жауабы 96 болады. Енді осы 96-ны біз 12786-ға көбейтеміз. 96 12786-ға көбейтсек бізде 1.227.456 болады. Енді келесі 2136-ны 24-ке бөлеміз. Сонда 89 болады. 89-ды 5007-ге көбейтсек 445.623 болады. Енді соңғы 5-ші амал 1.227.456-дан шыққан 4-ші амалды азайтамыз. 445.623-ті. Сонда есептің жалпы жауабы 781.833 болады. Енді бізде екінші амал бұл 679.801 азайтылған 597.888 көбейтілген 103 азайтылған 6.999.999. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз. Бірінші жақшаның іші орындалады. 679.801-ден біз 597.888 азайтамыз. Сонда 81.913 болады. Екінші жақша сыртындағы жүзікше көбейтеміз шыққан мәнді.
81913-ті 103-ге көбейтсек, бізде 8.437.039 болады. Енді осы 8.437.039-дан 6.999.999 азайтамыз. Сонда бізде есептің жауабы 1.437.040 болады. Келесі үшіншісі бізде 21 сағат 15 минут қосылған 6 сағат 49 минут минус 1 тәулік. Бірінші сағаттың бәрін минутқа айналдырып аламыз. Сонда бірінші 21 сағат 15 минутқа біз 6 сағат 49 минутты қосамыз. 21 сағат 15 минутты минутқа айналдырған кезде 1275 минут болады. 6 сағат 49 минутты минутқа айналдырған кезде 409 минут болады. Сонда екеуін қосқан кезде бізде 1684 минут болады. Енді осы 1684 минуттан біз бір тәулікті алып тастауымыз керек. Бір тәулікте 24 сағат бар, 24 сағат дегеніміз 1440 минут. Сонда 1684-тен 1440 минутты алып тастасақ, 244 минут болады. Төртіншісі 90 тонна азайтылған 10 тонна 9 центнер, азайтылған 45 тонна 15 килограмм. Бұл жерде біз бірінші 90 тоннадан 10 тонна 9 центнер азайтамыз. Біз бұл жерде тоннаны килограммға айналдырып аламыз. Тонна мен центнерді. Сонда 90 тоннаны килограммға айналдырған кезде бізде 90 мың килограмм болады. Осы 90 мың килограммды азайтамыз біз 10 тонна 9 центнер килограмм айналдырған кезде 10.900 болады. Есептің жауабы сонда бізде бұл жерде бірінші амалдың жауабы, яғни 79.100 килограмм. Енді осы 79.100 килограммнан біз 47 тонна 15 килограммды азайтуымыз керек. 47 тоннаны килограммға айналдырған кезде 15 тоннаны қосып 47.015 килограмм болады. Сонда 79.100 килограммнан 47.015 килограмм азайтқан кезде 32.085 килограмм болады екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.